Мы не говорим, но восхищаемся. Короче, мы слушаем, но не осуждаемның басқаша әдемірек версиясы ұстамадайым. Так. Маған сенің кадрды алуың ұнайды. Сен кадрды грамотно аласың. Прям мен соған өте қатты қызығам, и ол реально сенен көрінеді. Маған сенің идея табу қасиетін ұнайды ма? Солай да ма? О, thank you. Андай любой андай креативің ұнайды ладно, я. Типа әр нәрседе мысалы любой рилс болсын, вообще целом любой салада бүйтіп идея бүйтіп тауып кететінің, қызық идеяны, интересный идеялар табатын ұнайды. А маған сенің технически барлығын жоспарлауың ұнайды. Мысалы, свет қалай түсу керек, немесе қандай құралдар саған керек, қандай нәрселер саған бұрын керек болады, либо олармен қалай жұмыс істеу керек, қандай қиындықтар болады, сен оны алдын ала уже біліп отырасың. Маған сол ұнайды вообще. Ал мен оны мүлде ойламай, просто так істей саламын, и все. Кейін ең соңында мен өзім қиналамын, и ең соңында өзім жеп табамын. Бірақ маған сенің осы қасиетің ұнайды. Рахмет. Маған сенің дисциплинаң ұнайды. Өзіңді любой нәрсеңді мысалы тұрақты түрде істей алатының, и любой мысалы салада болсын, я сен өзіңді олай санамауың мүмкін. Иә, мен вообще байқалмайды, маған вообще байқалмайды. Бірақ андай өзіңе байқалмағанмен сен сондайсың. Көп салада мысалы дисциплинаң бар деген сияқты, ол не болсын, ол құрам болсын, например, ол жұмыс болсын деген секілді, сен мысалы бәрін сол дисциплинаңды ұстануға тырысасың. Рахмет. Ал маған сенің нең ұнайды, сен жұмыста үнемі оперативності қолға аласың. Мысалы, сен видео түсіресің, и реально сен яғни тиісті уақытында жібересің, и тиісті уақытында бүкілін жасайсың. Маған сол сенің тайминг нәрсең ұнайды, оперативность. Рахмет. Маған сенің құрамды сол постоянстве оқитының ұнайды. Типа қалай айтса болады. Сол дисциплина ұстанып, әр несімен деген затты тұрақты оқитының ұнайды. Маған сенің көбінесе маған есіме салып отырғандарың ұнайды. Мысалы, мынандай жасауға болмайды, бұлай жасама. Мысалы, өзіңді мысалы қатты төмендетпе, немесе өзіңді бағаңды қатты неғылма, немесе жаман сөз айтпа деген тоже. Жаман негативке берілме деген тоже. Сол наставлениең ұнайды. Маған сенің ізденімпаздығың ұнайды. Прям всегда андай тоқтап бітіріп алайын, сразу айтуға дайын отырмын. Жоқ, дайын отырғанда мен просто қолым бүйтіп отырмын ғой. Ізденімпаздығы ұнайды. Любой салада, мысалы біз Турцияға барғанда да айтады, бүкіл прям қай жаққа барамыз, қайда не бар, күшті жерлер бар деген сияқты, соның бәрі прям ізденіп. Мен честно айтайын, просто әсем айтып қасына жүрмін, андай көзім жұмып жүре бердім, ол апарды деген сияқты. Атын да білмейді ғой бұл қыз. Мен әлі есімде бар. Екі ателінде өзіміз тұрақтана. Сол, мысалы, сондай сала болсын, басқа нәрсе болсын, прям бәрінде ізденімпаз, любой нәрсе, бір нәрсені, короче, түбін қазып, ше, десең, сол күшті нәрсе пайда қасиет. Маған сенің ең қатты ұнайтын нәрсең ол пофигизм. Ол пофигизм деген ол жаман нәрсе емес. Яғни әр кімнің сөзін қабылдап алмай, немесе әр кімнің влияниесіне түсіп кетпейсің, сен өзіңнің жолың бар, и өзіңнің жолыңды жақсы білесің, және сонымен жүресің. Маған сол ұнайды. Сенің эмоция шығара алатының ұнайды. Да, ну. Андай бар ғой, типа мысалы тағы да Турцияға келейік деп же, ол кезде де мысалы любой бір нәрседе аңғардан қара деп прям сол кезде эмоцияларың андай қызық әр нәрсеге мысалы деп андай сен мысалы ұялмайсың да, мысалы елдер ішінде ұстап қалады. Қош, мен вообще білмеймін. Сен андай просто бәрібір бүйтіп аласың да, шығара саласың, деп бақыра саласың деген сияқты ше. Вот сен оны бірақ минус деп ойлауы мүмкін, сен алдында айтып қалдың ғой, типа. Көбісі маған соны минус ретінде айтады. Минус емес, ол наоборот, мне кажется, эмоция шығара алу да ол не плюс деп ойлаймын, потому что эмоция шығарылу керек негізі деген сияқты ғой. И андай эмоция вообще ең күшті нәрсе ғой, шығарылатын нәрсе деген сияқты. Поэтому сол күшті әр нәрсеге былай өзіңнің эмоцияңды шығара алу деген сияқты деп ойлаймын. Маған вообще в целом өмірде ең ұнайтын нәрсе эмоция да. В целом эмоция берілу деген сияқты. Беру біреуге, и өзінде алу деген сияқты. Сол сен күшті сол эмоция бере алатын. Маған осылай бергенге, өйткені мен өзім көп не қылмаймын, и адамдардың барлығы ойлайды, что менің эмоция менің жұмысыма кері әсер етеді. Бірақ мен шештім, что мен сол эмоция арқылы мен творчество табамын. Мен сол эмоция арқылы, оказывается, идея табамын. Мен соны тоже айттым, если мен сенің бизнесіңе сол эмоциямен, сенің қасында эмоция болмайтын болса, мен қалай істеймін? Мысалы, жұмыста барлығы без эмоций, они без эмоций, и кім идея табады, кім реально жасайды контент, кім ойлаңдаршы деп, соны тоже.
рахмет, соны тоже сен айтқаныңа, это тоже күшті болды. Енді мен саған айтайын, маған сенің не ұнайды? Маған сенің вообще қамқорлығың ұнайды. Мысалы мен үйдің үлкенімін, сен де үйдің үлкенсің, бірақ сенің көп бауырларың бар, ал менде бір ғана бауыр бар. Мен всегда ойлайтын, что маған сестрам болса ғой деген сияқты. Но бірақ сен, когда мектепте түскеннен бері, сен как сестра ретінде қарайсың. И күшті тоже ақыл кеңестер айтасың. Сен когда жаман бізге болады, сен просто күліп, черт деп қарамайсың, просто реально, немесе сен вообще не осуждайсың біреудің осындай проблема өмірінде не қалса, сен наоборот соны шешуге, және сен сондай приятный адамсың, что сен сол адамдарды өзіңе қабылдай аласың. Мысалы, біреулер сияқты ойланбайсың, адам маған проблемасын айтып келіп тұр, не керегі бар оны демейсің. Сен реально сол адамның жағдайын көресің и түсінесің, сен оған баға бересің, что это очень хорошо, что сенімен любой осындай проблеманы бөлсе болады, чтобы жеңілдеу үшін. И сен сондай күшті легкий адамсың, что сен сондай нәрселерге барсың. Көп адамдар тіпті оны әке-шешесіне айта алмайды, әке-шешесі қайта родной болып тұрса да, немесе родной адамдарына, бірақ сен сол адамдарға сондай бір үлкен ниесінде сенімді адамсың, что саған бәрі айта алады. Мен әсіресе айта аламын.